Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, қымбатты менің жаны жайсан көрермендерім. Бүгін мен мына тефтилия тамағын кешкі асқа жасайын деп жатырмын. Біз қазақтар бұл тамақты көп жасай бермейміз ғой. Өте жақсы, полезный деп қояды ғой, пайдалы. Біздердің возрастымызға жақсы. Міне татығанша тұз салам. Фарш мұнда 700 грамм фарш. Енді өзім шөп шалаңды жақсы көретін болғандықтан мынау укроп, кептірілген укроп, ақжелкен дейміз ғой. Бұмен де мына хмели, сунели дегенде енді өте дәмді шөп бұл да. Енді біз өзіміз кішкене қолданамыз, жақсы. Өте көп қосудың да қажет жоқ. Енді міне бір тал жұмыртқа, қара бұрыш міне. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз біледі. Біреулер қызыл бұрышты жақсы көреді. Біз енді жанұямызбен қара бұрышты жақсы көреміз. Пиязды міне блендерден өткізген дұрыс деп ойлаймын. Енді өткізбесеңіздер де өте ұсақтап турап алсаңыздар болады. Мұнда мен 200 грамм күрішті бұқтырдым. Түгел пісіріп алсаңыздар да болады. Толық пісіріп алсаңыздар да болады. Немесе жартылай пісірсеңіздер де болады. Себебі бұл қайнап піседі ғой. Бір стақан күріш бұқтырғанмын. Бүйтіп соққылап жасап жатады. Сол 150 граммдай күріш қостым. Міне енді қымбатты көрермендер, мына дөңгелек форма деп қоямыз ғой. Келтіріп, міне дөңгелек деп. Бисмилля деп біреуін салдық. Міне келесі кезекте міне сұйық майға пиязды, оның артынан сәбізді қуырып аламыз. Толық бір қасық томат пастасын салайын деп жатырмын. Егер де томат пастасы болмаса немесе бар болса да помидор қызанақ турап істесеңіздер болады. Қызанақты блендерден немесе мясорубкадан өткізіп жіберіп, келесі кезекте аздап тұз саламыз, өтіп кетпейтіндей.
3 шай қасық ұн салдым. Тұзды суға араластырып 3 шай қасық ұн салдым. Оны түйірлендірмейтіндей езіп жатырмын. Болды. Жаңа келесі кезекте міне жаңағы езіп алған ұн мен суымды қосамын. Жарты чай қасық қант, мөлшерменен қара бұрыш. Бисмилля деп енді суын құяйын. Енді кезекте бұны духовкаға саламын. 180 градусқа қыздырып қойғанмын. 30 минутта піседі. 30-35 минутқа болады. Міне қымбатты көрермендер, тефтелиям дайын болды. Бисмилля деп біреуін алып көреміз. Мен өзім сорпасын әдейі көбірек істедім. Әркім қалау ғой, өзіме солырақ ұнайды. Бисмилля. Міне, керемет. Дәмін көрейін. Бисмилля. Керемет. Өте тамаша. Дәмді. Көрермендер, келесі осындай тағам жасағанға дейін аман есен болыңыздар. Егер де ұнап жатса, пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңыз болса қойып, немесе өздеріңіздің маған айтатындарыңыз, тағамдарыңыз бар шығар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.